Құрметті студенттер, Анатомия да Винчи клубы ғылымды сурет өнерімен ұштастыра білген дарынды студенттерден құралған. Бүгінгі таңда клуб мүшелері Леонардо да Винчидің 8 ең қызықты әрі күрделі анатомиялық туындыларын жаңа қырынан салып бітірді. Сурет салу барысында клуб мүшелері ешқандай сызық штрикті қолданбай, жазуға арналған гелді қалам арқылы нүктелей отырып, суретті сипаттап шықты. Бұл салған туындылары туралы команда мүшелері бұған дейін көрмелер ұйымдастырды. Және алдағы уақытта халықаралық студенттер конференциясында тағы да ұсынатын болады. Команда анатомиялық препараттарды табиғи анатомиялық препараттардан, шынайы препараттардан салу арқылы адам ағзасының құрылысын түсінуге үлкен мүмкіндік алады. Және біздің команданың алдағы үлкен жоспары Грея анатомиясын жасап шығару. Сондықтан клуб мүшелеріне, команда мүшелеріне сәттілік тілеймін. Енді сіздер біздің клуб мүшелерінің салған туындыларымен таныс боласыздар. Анатомия да Винчи клубы ашылмай тұрып, ағай бізге эмблеманы ойлап табуға тапсырма берген. Эмблеманың негізіне біз шеңберді алдық. Сонымен қатар эмблеманы салмай тұрып, анатомия біздің өмірімізде қандай рөл атқарады деген ой туындады. Бүкіл кеудемді, мысалы, анатомия бүкіл кеудемді толтырады деген лозунгқа келдік. Сол кеуде туралы болғандықтан біз қабырғаларды салуды шештік. Сонымен қатар анатомия пәнінде А әрпі басты әрпі болғандықтан анатомиядағы А әрпін біз сүйекпен бейнеледік. Жатырдағы ұрық. Леонардо да Винчи әрқашан анатомия сабағында объективтілікке ұмтылған. Бұл Леонардоның анатомиялық суреттерінің ішіндегі ең танымалдыларының бірі болып табылады. Себебі ол жатырда жатқан эмбрионға жасырылған потенциалды нақты әрі дәл жеткізумен ерекшеленеді. Негізгі суретте ұрықтың аяғы айқастырылған, кіндік аяққа оралған және аналық без онымен байланысты тамырлар бейнеленген. Леонардоның бұл жазбаларда жеткізгісі келгені балаға тыныс алудың қажеті жоқ. Себебі ол ананың қорегімен қоректенеді. Бір жан екі денені басқарады. Бұл жаратылыспен ана бойындағы барлық қорқыныш, үрей, ауру ортақ. Сол себепті кенеттен пайда болған қорқыныш ана мен баланың өміріне үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Бұл суретті Леонардо да Винчи 1500 жылдар салған. Бұл суреттен біз кеңірдектің негізгі бронхтарға бифуркацияға ұшырағанға дейінгі бөлімін, сонымен қатар төменірек асқазанға баратын өңешті көруге болады. Сонымен қатар Леонардо да Винчи оң кезбе нервтің төмен жүру жолын дәл салған. Сонымен қатар ол төмен кеңірдектің сол жағымен жүреді, сонан соң өңеш бойымен, сосын асқазанның кішейінің айналасында жатады. Сонымен қатар осы асқазанның кішейінің айналасында ол жалпы ішкі мойындырық венасы мен ұйқы артериясына бөлінеді. Осы ұйқы артериясына бөлінген екі вена мен артерия бірігіп, иық бас артериясы мен венасын түсуге қатысады. Аяқ пен тубықтың бұлшықеттері мен сіңірлері. Бұл суретте аяқ бақайшықтарының сіңірлері айқын бейнеленген. Сонымен қатар қысқа бұлшықеттердің топтамасы балтырда емес, сирақтың сыртқы жағында орналасқан. Біз әрбір суретімізді толықтай қара нүктемен бейнеледік. Себебі Леонардо да Винчи айтқандай, суретші әрбір суретін қара реңнен бастау керек. Өйткені табиғатта жарықпен жарықтандырылған нәрселердің басқасының бәрі қара реңді болып табылады. Бұл картина Леонардо да Винчидің анатомиялық туындылары өдірі. Картинаға қарайтын болсақ, оң жақтан орталыққа қарай және оң жақ бұрышта орналасқан бұл екі суретте әртүрлі ракурста алынған білек бұлшықеттері, әсіресе бас бармақты басқаратын білек бұлшықеттері мен сіңірлері айқын көрсетілген. Оң жақ төменгі бұрышта орналасқан суретке қарайтын болсақ, бұл жерде аяқ басы сүйектері және де оның астықты жілігі мен шыбығы көрсетілген. Орталықтағы суретке қарайтын болсақ, бұл жерде дельта тәрізді бұлшықетті кесіп, ашып, оның астында орналасқан иық буынын айқын көріну үшін кеуде бұлшықеттерінің жоғарғы және төменгі бөліктері алынып тасталынған. Сол жақ төменгі бұрышта орналасқан суретті қарайтын болсақ, бұл жерде кеуде бұлшықеттің кеуделік бөлігі және мойнынан келіп түсетін нервтер мен тамырлар айқын көруге болады. Сол жақ жоғарғы бұрышта орналасқан бұл сурет Леонардо да Винчидің ең сәтті суреттерінің бірі саналады.
Бұлай айта алу себебінің бірі бұл жерде бұғана қисығы әсерленіп көрсетілген. Бұл сурет 1511 жылдың қысында Леонардоның Пави университетінің анатомия профессоры Маркантонио делла Торремен бірге жұмыс істеген кезінде пайда болған анатомиялық қолжазбасына қатысты. Осы ынтымақтастықтың нәтижесінде Леонардо адам материалын зерттеуге үлкен мүмкіндік алды. Бұл кезеңдегі бұлшеттер мен сүйектерді бейнелейтін суреттер оның барлық анатомиялық жұмыстарының ішіндегі ең жақсысы болып табылады. Бұл беттегі сызбалардың көпшілігі адам денесінің ішкі құрылысын зерттеу нәтижесінде алынған. Суреттің ортасында адам сол жаққа қарап тұрғандай жоғарыдан сол жақ иықты, ал сол жақтағы суретте адам оңға қарап тұрғандай оң жақ иықты бейнелеген, ал төмендегі оң жақтағы сурет тері астындағы тіндерді көрсетеді. Бұл сызбада сырық жүрегі көрсетілген, үш шамалы қақпақша көрінуі үшін өкпе суауы алынып тасталған. Аорта ортасынан көтеріліп тұр. Оның негізінен оң және сол тәріздік артерияларды көре аламыз. Одан алыс емес жерде жоғары және төменгі қуыс веналар құйылып тұр. Сиырдың ерекшелігі оның қуыс веналары жүрекке жетпей қосылады. Жалпы Леонардо жүрек анатомиясын өте жақсы білген, бірақ оның білімі жеткіліксіз болды. Ол қақпақшалардың жұмысы және жүректің қозғалысы туралы жақсы білсе де, ол қан сол қарыншаға, сол жүрекше арқылы емес, қарынша аралық қалқандағы поралар арқылы енеді деп есептеді. Ол артериялық және веналық жүйелер тәуелсіз деген ескі ұғымнан арыла алмады. Бұл Леонардо да Винчидің соңғы жұмыстарының бірі. Бұл жұмыста біз анатомияның фундаменталды мәселелерін біреуін көре аламыз. Көргенің мен сенгеніңді қалай ажыратуға болады? Мұнда Леонардо да Винчи адамдардың арқасының қабат-қабат бұлшық еттерін бейнелеген. Мұнда оның басты мақсаты жоғарғы омыртқаның қозғалысы мен оның тұрақтануын бейнелеу болды. Бірінші суретте біз көретіндей, ол бірінші трапеция бұлшық етін бейнелеген. Келесінде ол трапеция бұлшық етінің мускус супраспинатус бұлшық еті көріну үшін алып тасталынған. Және үшінші суретке келетін болса, ол жауырынды көтеруші бұлшық етті жіп тәрізді етіп бейнелеген. Және бұл жерде қабырғалары және қабырға аралық бұлшық еттерді көре аламыз. Және келесі суреттерде ол барлығын алып тастаған, барлық терең қабаттағы бұлшық еттердің барлығы көріну өте жақсы көрінеді. Жалпы осы Леонардо да Винчидің жұмысында егжей-тегжейлі қателіктері бар, бірақ ол барлығын түсінікті етіп бейнеледі. Және бұны ылғалды препаратта қарау өте қиын жұмыс болып көрінеді, сондықтан оны көбінесе суреттер арқылы түсініп білеміз. Әйелдің жүрек тамыр жүйесі және оның ең маңызды ішкі органдары. Бұл сурет Леонардо да Винчидің қолжазбаларындағы ең керемет жұмыстарының бірі. Леонардо да Винчи осы суретті итальяндық карандаш Сангина арқылы сурет салған. Ең бірінші сурет салғанда ол симметрияны іздеген. Симметрияны іздеу арқылы, яғни ол қағазды екіге бүктеген. Суретті салғанда да оны жоғарыдан, төмен, оң жақтан, сол жақтан әртүрлі жазықтықта қарайсың. Ол Леонардо да Винчидің өмірдің бір жазықтықта емес, көп қырлы екендігін көрсеткісі келген.